Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі, жануарлар әлемі мен өсімдіктер дүниесі бөлімі бойынша екінші сағатымызды бастаймыз. Жануарлар әлемі. Сабағымыздың мақсаты сөйлеу мәдениетін дамыту, коммуникативтік жағдайға сай эмоционалды сөздерді дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке дайырықсыз қатысу, өз пікірін білдіруді үйренетін боламыз. Балалар, бүгінгі тақырыбымыздың негізгі мәтінімен бірге таныс болайық. Мәтінді ол үшін бірге оқиық. Жануарлар табиғат тартуының тамаша жаратылысы. Жануарлар туралы біле түссең, таңғаларлық деректерге тап боласың. Мысалы, құмырсқалар кішкентай болғанына қарамастан, өзінің салмағынан 60 есе ауыр жүкті көтере алады. Бұларды балуан құмырсқалар деп атайды. Қолтырауындар тас жейді. Осының арқасында ас қорыту жүйесін күшейтеді. Суда тепе-теңдікті ұстайды. Сондықтан олардың асқазаны басқа тамақтардан бөлек таспен де толтырылады. Ал піл тұмсығымен бөренелерді көтереді. Гүлді зақым келтірмей суарады. Пілдердің сурет сала алатынын айтсайшы. Пілдер дүниедегі ең ақылды жануарлар. Пілдер қуанышты да, қайғыны да сезеді. Тоты құстар сөйлей алады. Олар адамдардың сөзін мағынасыз қайталай бермейді. Біздің сөзімізді ішінара түсіне алады. Ғалымдар тоты құстардың кіші мен үлкенді, ұқсас пен бөлекті ажырата алатындығын дәлелдеген. Бұл мәтін жануарлар әлемі балалар энциклопедиясынан алынған үзінді екен. Ендеше балалар, мен сендерге жануарлар әлемі туралы арнайы видеоролик көрсетейін. Жануарлар әлемін сендермен бірге бір шолып өтейік. Линекс для детей капли восстанавливают микрофлору при приеме антибиотиков для самых маленьких. Кенгуру бір секіргенде 10 метрді артқа тастайтынын бәріміз білеміз. Есесіне қалталы жануарлар артқа қарай жүре алмайды. Өз кезегінде бүргеде секіруге икемді. Ол өзінен 350 есе қашықтыққа секіре алады. Десе де олардан көк киттер шыдамдылығы жағынан асып түсетін сияқты. Су серкесі екпінмен секірген соң 3 сағаттай қимылдамай су бетінде қалқып жүзеді. Мұхит кесірткесі су астында демалмастан жарты сағат тұра алатындығымен ерекшеленсе, қолтырауын одан 5 есеге артық. Яғни су астында демалмастан 4-5 сағат тұра береді. Күштілігімен ерекшеленетін тағы бір жануар жылқы. Кәдімгі өзіміз мінетін аттар бір айға дейін тізе бүкпестен тұрып тұрады. Байқап көріңіз. Шыдамдылығымен болмаса да, жылдамдығымен аттан да асып түсетін қабыланды қолға үйретіп, ерттеп мініп алса ғой шіркін. Бұлардың жылдамдығы 112 шақырымға дейін жетеді екен. Биіктен құласа адам түгілі жануарда мерт болары анық. Алайда егеу құйрықтар мұны жоққа шығарды. Өйткені ат аталған кеміргіштер 5-ші қабаттан құласа да жарақаттанбайтын көрінеді. Хамелеонды қолға түсіру үшін оның ту сыртынан әрекет жасап әуре болмаңыз. Ол басын қимылдатпай-ақ барлық бағытты көре алады. Сондай-ақ тілін өз денесінің тең жартысына дейінгі қашықтыққа лақтыра алады. Міне балалар, жануарлар әлемі туралы бір шолу жасап өттік деп ойлаймын. Яғни тылсымға толы әртүрлі қасиеттері бар жануарлар туралы жақсы ақпарат ала алдыңдар деп ойлаймын. Ендеше балалар, берілген мәтін негізіндегі сұрақтарға жауап беріңдер. Жануарлар табиғат тартуының тамаша жаратылысы дегенді қалай түсінесің? Не үшін балуан құмырсқалар деп атайды? Жануарларда қандай қасиеттер жақсы жетілген? Жануарлардың табиғаттағы алатын орны қандай деп ойлайсың? Бұл сұрақтарға WhatsApp желісі арқылы жауап бересіңдер.
Ал келесі тапсырманы біз топқа бөліп орындайтын боламыз. Яғни сөз бәйге шарты топқа бөлініп сөз жарыстасына түсесіңдер. Ол үшін 2 минут ішінде тура мағыналы сөздерді атайсыңдар, және де 2 минут ішінде ауыспалы мағыналы сөздерді атап шығасыңдар. Ең көп сөз атаған топ жеңіске жетеді. Келесі тапсырманы жазбаша орындаймыз. Май алынатын жануарлар түрлерін диаграммаға толтырып жазып шығасыңдар. Ал 56-шы беттегі 12-ші тапсырманы үй жұмысы ретінде аласыңдар балалар. Төмендегі тура және ауыспалы мағыналы сөз тіркестерін пайдаланып сөйлем құрап шығасыңдар. Ендеше WhatsApp желісіне кері байланысқа шығайық.